Біздің жобамыздың тақырыбы бағдарламаның негіздерін оқытуға арналған цифрлық көмекші құру. Бұл жоба Python бағдарламалау тілін үйретеді. Жобаның өзектілігі бірнеше нақты мәселелерден туындайды. Бірінші, қазіргі кездегі қазақ тілінде оқытуға арналған теорияның аздығы. Екіншіден, оқушы қате жіберген кезде оны мұғалімсіз өз бетімен түсіну қиындығы. Үшіншіден, оқушы теориялық материалды оқиды, бірақ оны практика жүзінде қолдануға қиналады. Осы мәселелерді шешу үшін біз PyLearn платформасын жасадық. Бұл біздің бағдарламамыздың басты беті. Келесі бет бізде оқуды бастау беті. Бұл жерде сабақтар, теориялық сабақтар деңгей бойынша бөлінген. Әр деңгейде өзінің сабақтары бар. Мысалы, бастаушы деңгейінде бізде 6 сабақ қарастырылған. Сабақтың ішіне бізге теориялық білім, бейне оқулық және оқушының жеке жетістігі кіріктірілген. Сонымен қатар бізде квиз қарастырылған. Квизде античит жүйесі орналастырылған. Егер қолданушы квизді орындап отырған кезде басқа бетке кіретін болса, оған ескерту жасалынады. 3 ескертуден асқан болса, бұл тапсырма автоматты түрде жабылады. Тапсырмаларды шешу беті платформаның практикалық код жазу ортасы болып табылады. Бұл бетте оқушы Python тапсырмаларын таңдап код редакторына шешім жазады. Қолданушы stdin аймағында кіріс мәндерін енгізіп, run батырмасы арқылы кодтың нәтижесін бірден көре алады, және submit батырмасы басылған кезде жүйе шешімді бірнеше тест кейс арқылы тексереді. Егер барлық тест кейс дұрыс өтсе, онда тапсырма орындалып, оған балл беріледі, және де ол базада сақталады. Бақылау тақтасы беті қолданушының оқу нәтижесін бақылауға арналған. Бұл бетте ұпай деңгейі, аяқталған сабақтар саны, шешілген тапсырмалар, оқу уақыты және соңғы әрекеттер көрсетілген. Прогресс жолақтары мен статистикалық карточкалар қолданушыға өзінің даму деңгейін көрнекі түрде көруге мүмкіндік береді. Оқушының мотивациясын арттырады және оқу процесін нақты көрсеткіштер арқылы бақылауға көмектеседі. Платформаның сертификат беті қолданушы жетістігін рәсімдеу үшін жасалған. Егер қолданушы белгіленген талаптарды орындаса, жүйе оның аты-жөні, шешілген тапсырмалары, аяқталған сабақтары және оқу уақыты көрсетілген сертификат генерациялайды. Сертификат Canvas арқылы жасалып, PNG форматында жүктеп алуға мүмкіндік береді. Бұл бет оқу процесінің қорытынды нәтижесін көрнекі құжат ретінде ұсынуға арналған. AI-чат платформаның барлық бетінде қолжетімді қалқымалы көмекші ретінде жұмыс істейді. Қолданушы Python тақырыптары бойынша сұрақ қойып, қазақ тілінде түсіндірме ала алады. AI көмекші Gemini API арқылы бэкэнд сервері арқылы іске қосады. Оның негізгі қызметі дайын жауапты көшіріп беру емес, оқушыға бағыт көрсету, қате кодты түсіндіру және тақырыпты қарапайым тілде түсіндіру. Назарларыңызға рахмет.